Қайырлы кеш достар, қалайсыздар? Негізі бүгінгі күнге видео жоспарламаған болатынмын, бірақ менің шығуым керек болып тұр. Қыздарды гимнастикаға бара жатып, Байтұрсынова Шевченко қиылысында остановкада түскен кезде, жерде бордюрдың жанында екі қызыл аттестатты тауып алдым. Осы видеоны таратуларыңызды сұраймын. Бұл аттестатты не үшін жерден ешкім алмаған түсінген жоқпын. Адамдар басқан, аяғының астына қармаған болуы керек. Бетінде аяқтың іздері тұрды. Оны менің екінші қызым алды да, біздің ол енді 5 жаста, кішкене ту, елтаңба деген нәрселерден шатасады. Біздің туымызды басты деп битіп үстіне жағып жатыр ғой. Сонымен бұл қыз Алматыға оқуға келген, 4 оқу орнын таңдаған, Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу университетіне тапсырған. Қазір видео суретін жақыннан салатын боламын. Дәл осындай 2 аттестат. Студенттік өмірі шокпен басталып жатқан сияқты. 2 аттестат бірден жоғалған. Оның үстіне мынау оқуға тапсырған құжаты. Осы видеоны таратуларыңызды сұраймын. Егер осы қыз тауып алып кетсе, мен сіздерге тағы видео түсіріп салатын боламын. TikTokқа салдым, Instagramға салдым, YouTube'тан салдым. Қайсысынан бірінші табылатынын көрейік. Мен басқаша іздеу жолын білмеймін. Өйткені бұл Жетісу облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы. Сәтбаев атындағы орта мектеп гимназиясы. Каримова Амина Аслан қызын күтеміз.